Филология факультеті ағылшын тіл білімі кафедрасының оқытушысы Мұқашева Баян Мұратбековна. Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің оқытушылары Абайдың тұлғасын Әуезовтың көзімен таниды. Абай жолы роман-эпопеясы 1 том шытырманда тарауының жалғасы. Шешелеріне әнеугі берген уәде бойынша Абай Бөжей ауылына баруға асыққан. Қопаға қонған күннің ертеңінде қасына Ғабитханды ертіп солай жүріп кетті. Бөжей ауылы Қопаның аузынан алыс емес, батыс жақтағы көк қырқаның астында Саркөл деген тұщы көлдің басында. Түс жағында 2 жас жігіт сонда келді. Саркөл жағасында жағалай отырған ауыл көп екен. Бөжейдікін сұрастырғанда бие қайтарып жүрген асау тайлы бала тап орта тұстағы 10 шақты үйлі ауылды көрсетті. Бұл бай ауыл емес, бірен саран ғана бозғылт үйі бар. Көпшілігі қоңыр үйлі, орташа ауыл тәрізді. Шынында Бөжей бай болған емес, орташа дөңгелек дәулеті бар еді. Абайлар Бөжей үйінің сыртына кеп аттан түсіп жатты. Қазіргі уақытта бұл ауылда бірде-бір бөтен кісі болмау керек. Кермеде де, белдеуде де ертеуілдің аты жоқ. Жиын болса, көлдің арғы шетіндегі ақ ауылда болу керек. Саркөл айналасындағы топыры көп ауыл сол тәрізді. Жас жігіттер Бөжейдің өзінде үйде жоқ болар деп топшыласып еді. Сол ойлары шын болды. Бөжей анау ақ ауылдағы жиында екен. Сонда түстеніп отыр екен. Аттарын байлап, енді үйге қарай жүре бергенде, Абай осы үйдің ішінде әлсіз үнмен жалынып жыланған кішкене баланың үнін есітті. Ол ауру баланың жылағаны еді. Ырылдатпа, ырылдатпашы. Анау көзің ойылғыр жетімекті деп зекіп тастап долы бәйбішесі есікке қарады. Киіз есік ашылып, 2 бала жігіт кіріп келген екен. Абайлар төрге шықты. Үлкен үйдің іші сыртындай жұпыны емес, жасаулы, кілемді, алашалы екен. Бірақ салақ үйдің белгісі. Сыпырылмаған, төрде олақ жиналған көрпе жастықтарынан ақ көрініп тұр. Үй ішінде төсек алдында ұшық иіріп үлкен қара сұр қатын отыр. Танауы қусырылып, ерні қатты жыбырлаған қара қатын аса бір ұрысқа қатал жан сияқты. Биік төсектің бас жағында жер төсек бар екен. Соның үстінде Бөжейдің 2 бойжеткен қызы кесте тігіп отыр. Жасына жеткен қыздардың пішіндері сұлу да, сыпайы да емес. Түксиген, сүйкімсі және шешелеріндей ашушаң, қатқыл адамдар сияқты. Осы төсектердің бас жағында абайлар отырып, үй ішімен ақырын ғана амандасты. Мажырасып қарсы алған үй іші де болған жоқ. Жылаған Кәмшат екен. Ол қонақтардың оң жағында бір жаман жыртық жаялықтардың үстінде бүк түсіп жылап жатыр. Басында жастық та жоқ. Тек бір жаман жыртық шапанның жеңі жастаныпты. Кәмшат жаңа келген кісілерді танымады. Бірақ үй ішінің қытылығын осы жаңа келген жандарға шаққандай боп кемсендеп, иегі дірілдеп, бір түрлі әлсіз үнмен тағы жылады. Бұрын топ-толы, қызыл шырайлы, қарақат көзді Кәмшат қазір сатқақ ұрғандай арықтап, құп-қу шөлмектей болып қалыпты. Қол-аяғы шидей, бетінде ғазап пен сор көлеңкесі бар сияқты. Кірпіктері ұзарған, ұрты кәдімгідей қайық шеккен, аштық көрген үлкен адамдардың бетіндей болып, тозығы жетіп жиырылып тұр. Үлкейіп алақандай боп кеткен қап-қара көздерінен кесек-кесек жастар тамшылайды. Күтімсіз қор болған бала шын бишаралық қалпында жатыр. Осы жайды көріп болжай сала, Абай мен Ғабитхан екеуі қатарынан Кәмшатқа созылды. Осы жай бала танымай теріс бұрылып тартына берді.
Ғабитхан мынау көрген күйіне шыдай алмай: «Ей, мазлума, нелер ғазап көргенсің сен, бейгүнах мазлума!» деп жылап жіберді. Абай ыза менен азаптан, жанашыр мен қайғыдан қалтырап кеткендей. Үйдегі әйелдер мыналардың көзінше сыр бермеймін деген боп, анау-мынау жай айтып жатты. Өзге бала сап-сау, жалғыз осы бала бақырға бір жаман іш ауру тиіп, толас таппай қойған. Деп бәйбіше жайма шуақтан болды. Ішің ауырса, аузыңды тый дейді. Бала неме, біле ме? Өзі де кішкентай түзеле берсе болды. Кешке шейін бір тамақты малшылайды. Сөйтіп отырып, қайтып жазылсын. Содан өзінен ғой, деп екі қыз топас түрдегі бір кекселік айтып жатыр. Абай бұл үйдің ішімен тілдескен жоқ. Жанашыр мейірім жоқ. Суық жандар келген жерден-ақ Абай көңілінен түрпідей тиген бөжейдің қатыны шай қойғызбақ сияқты боп қам істей бастаған кезде Абай: «Ішпейміз, жүреміз» деді. Кәмшаттың мынандай тұтқында, аямас ғазапта жатқан бешаралығын көріп отырғандай. Тамағынан ас өтер меді? Жұрт кісі өлген, бауырым, бауырым деп жылайды. Өлген соң бауыр деп танығаны не қажет? Абай енді біраз отырса, Кәмшатты құшақтап, бауырына қысып жатып, сорлы бауырым, жазықсыз бауырым деп зар шегер болса да, мынандай іші дұшпандықпен қатып қалған көп көңілді жандардың алдында оны істесе, ол адасқаны болар еді. Бір есептен жанағы екі қыздың сөзіне қатты ыза болып, намыстанып, талқан қып, ұрсып кетер еді. Алғаш бір ойлап, алқымына ашу тығылып келген күйі сол еді, бірақ ол мінезі Кәмшат үшін пайда емес. Қайта оның ғазабына арттыра түседі. Амал құрып отыр. Қатты сенделу үстінде бәйбіше берген қымызды да ішпеді. Тіпті ұрттамастан жерге қойды. Кімге кектенеді, кімді кінәлап ұрсады, жалғыз осылар ма? Бұлар ғана емес. Абай осыны ойлап, тез қоштасты да бөжей үйіне шыға жөнелді. Ерекше бір ыза мен шер өне бойын кернеп алды. Кеш бата өз ауылдарына жеткен уақытта Абай көңілінен осы күйді бір сәт артылған жоқ. Бір мысқал кеміген де жоқ еді. Үлкен үй мен қонақ үйдің арасында тартылған кермеде Құнанбайдың ер тоқымы ертелген ұзын торы ат тұр екен. Қасында бір-ақ бөтен ат бар. Әкесі бұл ауылына жаңа келген тәрізді. Оқшау келгені жақсы болды. Абай Кәмшат арызын түгел жеткізбекке нық бекініп үйге кірді. Ойлағандай Құнанбай бүгін оңаша келіпті. Қасында Жорға, Жұмабай ғана бар екен. Жігіттер үйге кірген кезде осы үйге Айғыз да келді. Ана жүрегі бір жаманатты сезгендей бұны асықтырып, осылай жетектеп келген. Күндіз Абайдың бөжей ауылына кеткенін Айғыз білетін. Ол үйге кірісімен көп бөгелмей Абайға қарап: «Не көрдің, не білдің Абайжан? Білдің бе? Әлгі сорға туған бейбақ бауырыңның күйін» деді. Жалын атып тұрған шер үні. Зере мен Ұлжан да Абайға осындай сұраулар беріскен жүзбен бұрыла қарасты. Абай әкесіне көз салып еді, үндемей түңіліп, Айғызға аса салқын қарап салған екен. Өзі күйіп келген Абай әке жүзінен қаймыға алмады. «Көріп, біліп келдік. Кәмшат ауру. Әл үстінде. Бізді танымады. Бауыры суып, аямас қас көргендей барлық жанды не айтайын?» деп тоқтап қалды. Әкесінің алдында кісі зарын да,
өз уайымын да еш уақытта бүйтіп айтып көрмеген еді.